Армағайын, эфирде жаңалықтар легі. Күні бүгін Жансаяның күйеуі Дидардың айлығы түсті. Несін жасырамыз? Айлығы 150 мың теңгені құрайды. Ал Жансаяның қолына сол бюджеттен бөлінгені 45 мың теңге. Жоғарыдағы ағамыздың жымқырып қалғаны тайға таңба басқандай анық көрініп тұр. 45 мың теңгені кредитте продуктіге жеткіз деген бұйрық берілді. Жансая ол ақшаның кредиттен аспайтынын айтқан еді. Дидар, берекелі қолмен жеткізесің, білем ғой деп көтенге көпшік қойып, тақырыпты жылы жаба салды. Ал берекелі қолдың лимиті біткелі қашан. Онымен қоймай өзі берген ақшадан күнделікті сұрайтыны тағы бар. Әйтсе де Жансаяның төзімі темірден соғылған жоқ. Сондықтан Қайын-жұрт департаментінің төрайымы енеге ашық хат жазуға бел буды. Енді ол хат шаң басқан архивтерден табылмаса болғаны. Михаил Көпжасаров, Бақдәулет Колесниченко, Жансая Мұратбекқызы, арнайы Хабар арнасы үшін.